Біз осы Ақеркенің папасы Пахаман ағамызбен бірге талай ағамыздан тәрбие алдық. Ол кісі бізге домбырадан беретін. Сол кезде мына Ақерке көзі көк күмбек құрттағандай қыз еді. Сары мысықтар бар ғой, көк күз. Сондай қыз болатын. Қолында қобызы бар, құттақандай. Қайреке, қалай өтіп жатыр негізі той? Күшті той болып жатыр. Жалпы бұл Қазақстанда бұрын соңды болмаған көп күткен той ғой. Нашумевший дейді. Я неге көп күттік? Өйткені той болған жоқ қой бұларда. Ойлады бәрі халық. Значит, технично бірде жасап тастаған. Бірақ Роза апай кейін әлеуметтік желілерде өзі айтты, той болған жоқ. Мен заңға қарсы шықпаймын, заңға бағынамын, асықпай ертең кішкентай сәбилі боламыз. Енді қазір де тойда айтып отыр ғой. Бұл той емес, бұл ауыз ашар деп қайта Дәл дәл солай, бірақ өте қуаныштымыз. Бұл енді Роза апамыздың көптен күткен ұлы тойы ғой. Немерелі болу, бабушка болу деген ең Құдайдың берген үлкен бір сыйы деп ойлаймын. Бәрімізге де сол жұмысты болсын. Қайреке, неде әлеуметтік желілерде Әли мен Еркені енді көп сөкті комментарий. Бір-бірлерін неге көрсетпейсіңдер? Ажырасып кеттіңдер, анау не болып кетті деп. Просто қарапайым халық, біздің өзімізге де әртістердің арасында да енді жақын араласатындар білетін шығар. Біз алыс араласатындар білмейді. Сіз ба ана комментарий жазған сонда? Қайсында? Ана сен бөлек кетті, бір қу жіберді. Ол комментарийді оқыдым, кстати. Сондай нәрселер, қауесеттер көп болды. Менше өтірік сияқты, екеу бөлек тұратын сияқты. Потому что бәріміздің баққанымыз Ақеркенің несін қараймыз, посттарын қараймыз, салмайды Алиді. Али Ақеркені салмайды. Как они живут? Что за отношения у них такие? Деп жүрген кезде міне нағыз махаббат дәлелдеп, кішкентайлы болып, немерелі болып, қазір бүкіл Қазақстанға, енді бүкіл Қазақстан болмаса да әлеуметтік желі қазір шулап жатыр.